Еске алумен өлең жыр оқылғанда, өртесегер жүректі жалын ішкі. Мәңгілікке аттанған жақын жанға, жеткізе алмай, айта алмай сағынышты. Жақсы жанның дәріктеп жүрген көшін, өмір жолын ұрпаққа құрыптауға, көз алдынан өшірмей нұр бейнесін, ұлы жанды тиіспіз ұмытпауға. Идрисов Сайлау Әубәкірұлы 1950 жылы 8 наурызда Көкшетау облысы Қызылту ауданына қарасты Бостандық ауылында дүниеге келген. 1957 жылы Ертіс ауданына қарасты Сілеті кеңшарының номер 3 бөлімшесі Жалтыр деп аталған ауылдың бастауыш мектебінің алғаш табалдырығын аттады. Бұл мектепте 1961 жылы 4 сыныпты тәмамдады. 1961 жылдан 1964 жылдар аралығында Чапаев орта мектебінде оқыды. 8 сыныпты 1964 жылы Сілеті орта мектебінде жалғастырып, 1967 жылы интернатта тұрып, ойдағыдай аяқтады. Әке жолы өнеге үлгі деп емші дәрігерлікті таңдай отыра 1967 жылы Целиноград қаласындағы медицина институтының студенті болып қабылданды. 1972 жылы жоғарғы оқу орнын емдеуші дәрігер-хирург мамандығымен аяқтады. Ординатураны Павлодар қалалық облыстық емханаларында өткізді. 1973 жылы дәрігер-хирург мамандығы бойынша дипломын алып, Сілеті учаскелік ауруханасының бас дәрігер-хирург болып бастап, 1977 жылға дейін осы жерде беделді, танымал маман ретінде қалыптасты. 1977 жылы Елеш Сүлеймен қызымен отау құрып, 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірді. 1977 жылдан бастап Көкшетау облысы Қызылту ауданына қарасты Чапаев ауылы учаскелік ауруханасының бас дәрігері хирург қызметін атқарып келді. Бүкіл саналы ғұмырын жан тәнімен сүйген дәрігерлік жолына арнап, ауыл тұрғындарының денсаулық сақтауға бар күш-жігерін сарп еткен өз заманының озық ойлы, еңсесі биік азаматы еді. Сонымен қатар 40 жылдан астам өмірін дәрігерлік қызметке арнап, қаншама адамның өміріне араша болды. Сайлау Әубәкірұлы денсаулық саласының үздігі, шапағат медалінің иегері, еңбек ардагері атағына ие болып, Уәлиханов ауданының құрметті азаматы болды. Даналығы шашының күмісіндей, даралығы көрініп тұр әр ісіндей. 50 жылғы еңбектің шапағаты қандай жақсы көргенде көзінің тірісінде. Сайлау Әубәкірұлы еңбегі ел аузынан түспейтін ақ халатты абзал жанға айналған еді. Істеген ісіне адал бола білген, өзі емдеген талай жанның жүрегінде. Өзінің киген ақ халатындай кіршіксіз әппақ қалпында мәңгі сақталары анық. Жаныңыз жаннатта болсын.
шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құнына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғанын. Жетеді мен үшін жан әке, сіздей ақ болғаным. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем.